пошташы. Dәл вақытында келді. Қазір. Сәлем. Кешіріңдер, сынақты қайта тапсыру үшін мектепке ертерек баруым керек. Жақсы, көріскенше. Сынақты кеше қайта тапсырып едің ғой. Алдыңғы күнінде тапсырғансың. Бұл сол сынақ қой. Оны қайта тапсыру керек. Сау болыңдар. Балалар, менің газетімді көрген жоқсыңдар ма? Жоқ, Дэйв, бұл сұрақты осы аптада бізге 10-шы рет қойып тұрсың. Түк түсінсем бермасын. Тіпті білмеймін, неге келмей жатыр. Сізге арналған спорт жайлы басылым, мырза. Бәрекелді, рахмет. Өнер және демалыс сіз үшін. Рахмет. Тоқта, мыналармен қоса ғылым мен бизнес бөлімдеріне де бір айға төлеп қойып едім ғой. Элвин мен алдайым деп ойлама. Жақсылап қараңыз, бәрін бірге орап қойғанмын. Жарайсың. Күнделікті шешетін сөз жұмбағыңыз. Кешегі жауаптарды көрем деп күтіп отыр едім. Сізге де алып келдім, Смит ханым. Сүйікті некрологияңыз. Жақсы, өзіңнен гөрі басқа біреулер жайлы оқыған әлде қайда қызықты. Амансыз ба, Севил мырза, жағдайыңыз жақсы болар. Бүгін күн тамаша, солай емес пе? Күн шайдай ашық, ауа райы керемет болып тұр. Дегенмен, Джимми, тыңдашы. Ақшаны төлеймін, бірақ алдымен маған газеттерімді әкеліп берсеңші. Сізге газеттеріңізді әкеліп бердім ғой. Алайда мен газеттерді алған жоқпын. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Бұл әбден мүмкін. Маған газеттерімді әкеліп бер. Содан кейін ақшаңды берем. Ал қазір уақытымды алма. Жұмыс істеуім керек. Бар енді. Өтінем. Маған бұлай әділетсіздік жасамаңыз, Севил мырза. Мен оңайлықпен беріле салмаймын. Түк түсінсем бермасын. Кронер ханым, амансыз ба? Сіз бүгін газет алдыңыз ба? Соны білейін деп. Әрине. Солай ма? Иә. Кешіріңіз, Кронер ханым, маған қоңырау шалып жатыр. Жауап беруім керек. Жақсы. Ақшамды беріңіз. Менің нөмірімді қайдан білесің? Менің ерекше қабілетім бар, Севил мырза. Сіз сияқты әділетсіз адамдардың тыныш ұйқысын бұзатын болам. Не? Ұсталдың ба? Жақсы, қазір ұстап алам. Біткен жерің осы. Беріңіз ақшамды. Тыңдап тұрмын, амансыз ба, не болды? Дангус мырза, келгеніңізге рахмет. Маған көмектесіңіз. Мені қорқытып бопсалағысы келеді. Солай ма, ол кім? Пошташы. Кешіріңіз, пошташы дейсіз бе? Иә. Тоқтаңыз, балақай Джиммиді айтып тұрсыз ба? Одан неге қорқасыз? Ол сізді газетпен ұрды ма? Сіз дұрыс түсінбедіңіз. Ол менің үйімнің айналасында жүр. Солай ма? Үйіңіздің жанына келмесе, онда газетті қалай әкеледі? Кешіріңіз, маған маңызды қылмыстық істермен айналысу керек. Тоқтай тұрыңыз. Меніңше ол осы маңда тығылып жүр. Тіпті үйдің ішінде болуы да мүмкін. Жарайды. Үйдің ішін қарап шығайық. Қане, Джимми, сен диванның астындасың ба? Жоқ. Жақсы. Жарайды, Джимми. Шоландасың ба? Жоқ. Рас айтам, ол осында. Жарайды, біз келе жатырмыз. Қазір дыбыс жазу студиясын тексерейік. Қайдасың, Джимми? Жарайды, Дэйв, қазір баспалдақпен жоғары көтерілеміз. Баспалдақпен көтерілуге қорықпайсыз ба? Жоқ. Жақсы, жуынатын бөлмеге тығылып қалдың ба? Жоқ, төсектің астын тексеріп көрейік. Жоқ, бұл не өзі? Жоқ. Мен жай әзілдедім, ал сіз сеніп қалдыңыз. Қорқандағы түріңізді көрсеңіз ғой. Кешіріңіз, әзілдемей ақ қоюым керек еді. Түріңіз сондай күлкілі. Бәрі жақсы, қорқатын дәнеңе де жоқ. Енді көңіліңіз орнына түсті ме? Жоқ, мазасызданған себебім. Жарайды, жақсы, сау болыңыз. Сенің көзіңді құртам. Бұдан басқа сөз айта алмай ма? Қанеке көрейін. Барлық істегендерің үшін жауап бересің. Сенен қалайда кек алам. Неге бөлмеміздің есігін жауып алып ұйықтауымыз керек? Дэйв біртүрлі мазасыз көрінді, бірақ біреуден қауіптенетін сияқты. Кімнен қауіптенеді? Ол жағын бізге ашып айтпады.
менің қарным ашып тұр. Жаңа ғана тамақ іштім ғой. Тәтті жегім келеді. Тыңда, Теодор, бұл енді болмайды. Бізге бөлмеден шығуға болмайды. Мен желдеткішке тәттілер тығып қойғанмын. О, рас айтасың ба? Болды, қорқудың қажеті жоқ. Жоқ, тәттілер төменге түсіп кеткен ғой дейм. Жарайды, онда оны алып шығайын ба? Ол жер қараңғы ғой. Теодор, қорықпа. Өзімен бірге робот алып тас. Ол сені қорғайды. Мұнда біреу бар ма? Алып шықтың ба? Балалар! Жылдам төсегімізге жатайық. Балалар! Иә, Дэйв. Сендер кешіріңдер, ұйықтап жатырсыңдар ма? Кешір. Иә, ұйықтап жатырмыз. Басқа істейтін шаруа жоқ болған соң сөйтеміз, Дэйв. Ұйықтап жатырмыз. Кешіріңдер, жарайды ұйықтай беріңдер. Бірақ есікті іштен жауып алыңдар. Жарайды. Қане, Теодор, тәттілерің қайда? Бөлмемізде теледидар болғанда ғой. Сонда бәріміз тәттілерді жеп отырып кино көретін едік. Білесіңдер ме? Менде бір ескі теледидар бар. Қазір қосып көрейін, бәлкім істейтін шығар, көрейік, иә? Сенің көзіңді құртам. Не? Жоқ! Қалай көрсетіп тұрма? Ол шатырда жүр. Бәсе. Газетті кім ұрлап жүргені енді белгілі болды. Барлық істеген ісіңе жауап бересің. Сақшыдан күз керек ет, өтінем. Тоқтай тұр, мынау не? Менің мазақ қылғың келеме? Дереу ақшамды қайтар, Севил. Қане? Сізге басқа газет айтып берем. Неге бұлай болған білмеймін. Элвин, саған алдама деп айтпап бедім. Элвин, бұл енді күлкілі емес. Ашуыма тиейін дедің бе? Кешіріңіздер, мен бәрін реттеймін. Газетті енді қайдан алам? Міне, керемет. Жолы болды деген осы. Не? Ей, тоқта, қайда барасың? Қызық енді бастала. Таңертең шығам үйден, газет таратуың емес әсте. Көшені шарлап, іздедім оны, ұстатпай қойды ау әттең. Бір, екі, үш, алыстан қол бұлғайды арманмен тілеген. Жету оңай емес оған мен де оны білемін. Арманда, талмаша шама. Арманда, жетесің оғанда. Шаршама талма, жетесің арманға. Бетіңнен қайтпа, ұмтыл мақсатқа. Ұмтыл мақсатқа. Ұмтыл мақсатқа. Шаршама талма, жетесің арманға. Бетіңнен қайтпа, ұмтыл мақсатқа. Сені қазір ұстап алам. Қалайда сенен кегімді алам. Жоқ, сақшыдан күз. Жарайды, тыңдаңызшы, Дэйв. Күйзеліске түскен адамдарды емдейтін дәрігерді білем. Кейде адам күйзеліске түскенде құлағына бір дауыстар келеді. Сізге кейде пошташы Джиммидің даусы естілгендей болады ғой, солай ма? Мені түсінген боларсыз. Сол дәрігерге хабарласыңыз, жарай ма? Маған емес, сол дәрігерге қоңырау шалғаныңыз жөн болар. Жоқ, бұл енді Элвинге тиісіп жүр. Элвин, жарақаттанып қалмадың ба? Бәрі жақсы, Дэйв. Мұның қалай, Элвин? Дэйв, мақсатқа жету үшін еңбектену керек деп үнемі өзің айтасың ғой. Сонда менің газетімді ұрлау керек пе? Енді ол үнемі оралған күйінде жатады. Соған қарағанда оны тіпті оқымайтын сияқтысың. Оқыған газеттерді орақ қоям ба, жоқ па, ол өз шаруам. Мынаны желдеткіштің ішінен тауып алдым. Сенің көзіңді құртам.
Бұл қоқанлоқы көрсетуге жатады, ол үшін жауап бересің. Құры, құры деймін. Қалайда, сенен кегімді алам. Міне болды, енді ол сізді қорқытпайды. Сізді әуреге салғаным үшін кешірім сұраймын. Джейми, қайта мен сенен кешірім сұраймын, әрине ақшаңды берем. Ал Элвин сен, маған бір тиынын қалдырмай қайтарып бересің. Не? Қалай? Осы газеттерді алмай-ақ онлайн оқуға болмайтын бет. Қазір үйде ұйықтап жатар едім. Ой, кешіріңіз. Фильмнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы.